сәлеметсіздер ме, құрметті қыз-келіншектер, оқырмандар. Бүгін сіздермен бірге біз Корей халқының пигоди тамағын дайындайтын боламыз. Ол үшін біз сәл мұздатылған етті осылай кубиктап майда қылып турап аламыз. Және де өзімізге ыңғайлы пішінде, негізі майдарақ болғаны жақсы, және де мұздатқыштан алған бойда сразу жібітпей осындай кішкене мұз қатып тұрғаны жақсы. Сол кезде текшелердің барлығы біркелкі болады және сізге турауға оңайырақ болады. Қараңыз, осындай қаттырақ болып тұру керек. Әрине фарш ретінде де өткізіп жасасаңыз болады, бірақ осылай етті кубиктап тураған дәмдірек болады. Және де осындай сковородкаға ертерек қуырып аласыз, осы кішкене пісу үшін және де соғы шығу үшін жақсылап. Перец қосамыз, қара бұрыш, өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қоссаңыз болады, бірақ негізі артық қоспаған дұрыс, себебі тұз, осы қара бұрыш және де цветі әдемі болу үшін паприка қоссаңыз болады. Және де өзіңіздің қалауыңызша жуаны қосасыз. Жуадан бөлек капуста қосатын болғандықтан кішкене азырақ қоссаңыз болады. Және осы жақсылап етті пісіру мақсатында және де капустаның артық соғын, пияздың артық суын шығару үшін жақсылап қуырып алсаңыз болады. Қасына дәмдеуіштерді қосасыз және де тұз қосасыз. Бұл негізгі осы видеолар, рецептер серияларын Рамазан айына дейін жасағым келеді. Және де ауызашарға, менюға идеяларын, былтырғы идеям негізі 30 меню түсірем деген былтыр жарты жылда 10 тамақ жасап, одан кейін қалып қалды. Сондықтан биыл ереже айынан бастап ертерек бастайын деген шешімге келдім. Және де осы видеодан бастап каналыма тек қана озвучка, қазақ тілінде озвучкамен салатын болдым. Сол үшін де каналға тіркеліп, ертерек Рамазан айына бірге дайындалып, қамданайық. Каналға тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Биыл Алла бұйыртса, осыны бастаған ісімді аяғына дейін жеткізуді нәсіп етсін. Пигодидің қамырының рецептісін астына описание бөліміне грамдап жақсылап қалдырып кететін боламын. Рецептісін негізгі көз мөлшермен де жасай берсеңіз болады. Сізге қаншалықты керек, сонша көлемде жасасаңыз болады. Рамазан уақытысында ауызашарға негізі осындай тойымды тамақтарды, қамыр, ет тамақтарды жасауға тырысамын. Кішкене күні бойы ораза ұстаған адамға нәр болсын, сіңімді болсын деген мақсатта. Мен қамырын ертерек ашытып қойғандықтан бұны түсіріп үлгермедім, негізгі рецептісін. Бірақ міндетті түрде астық описаниеге подробно жазып кетемін, қалай жасалатынын. Негізі қиын емес, кәдімгі дрожжевой қамыр. Негізі осы біздің үйдегі сүйікті тамақтардың бірі, айына 1-2 рет міндетті түрде жасалатын тамақ. Және де осындай шариктерге бөліп алсаңыз болады. Және көлемдері примерно бірдей болу үшін 60-70 грамм жеткілікті. Соның өзі үлкен көлемде жасалады. Және де осы 4 қасқанды мен санаймын да, мандының дәл сондай бөліктерге артық шығынсыз жасауға тырысамын. Осылай бөліп қоямын. Қамырларды домалақ формаға келдіріп, бетін майлықпен жауып қоямын. Қамырдың консистенциясы қаязып қалмас үшін және де шетінен алып отырып, осындай жұқа 1-1,5 см көлемінде жайып аламын жақсылап. Қалған қамырлар мына майлықтың астында көтеріліп тұра береді. Және де ішіне начинкасын салып, өзіңіздің қолыңыздан келетін формада осылай бүксеңіз болады. Кейбіреулерге домалақ ұнайды, кейбіреулерге осындай, кейбіреулерге ортасын ашатындай әртүрлі пішінде қылып жасайды, және начинкасын да әртүрлі қылып жасайды, өзіңіздің вкусыңызға қарай. Және де менде осы мантаварканың қасқаны ровно осылай бөлініп тұр, 6 бөлікке бір-біріне жабыспас үшін араларын алшақ-алшақ қылып осылай санап қоятын боламын. Және де қалғандарын барлығын бүгіп осылай түйіп шығамын. Сіздерге ескерте кететін жайт, осы мантаварканың астындағы суды қайнатпайсыздар. Қандай салқын болады, сол күйінде құясыздар да отқа жағасыздар, барлығын қойып. Және де бетіне қалауыңызша өзіңізге осындай приправа сияқты қып жасап алсаңыз болады, чтобы қамырдың бетінде сочный болып тұру үшін. Мына уже піскен түрі күшті болып көтеріліп, аппақ болып, пышный болып көтеріледі. Астындағы суды
сіздерге заранее ескерттім, жаңа қайнатпайсыздар, себебі осы қамырмен бірге жақсылап жайлап көтерілу керек, бумен бірге өздері қайнап көтерілу керек. Бұның пісу уақытысы 45 минутты алады. Және өшіріп астын 5 минут будың астында қойып қою керек, сразу қақпағын ашпайсыздар. Және осылай әдемілеп салып аласыздар да, бетіне приправасын сеуіп, осындай соустармен, аджикамен және де айранмен өзіңіздің қалауыңызша подавать етесіз. Және де осы майонезбен өзіңіздің вкусыңызға қарай ас болсын.